Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше болып дайындалатын сникерс рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан қайта жегіңіз келе береді. Алдымен ыдысымызға, құрғақ ыдысқа жұмыртқаларымызды салып, шекерлерімізді салып миксерлейтін боламыз. Ескере кететін жайт, шекерімізді бірден салып жібермейміз, өйткені біздің массамыз көтерілмей қалады. Шекерді осылай аз-аздан салып көпіртетін боламыз. Міне бізде жұмыртқаларымыз осылай көпіру керек. Сұйық майымызды құямыз, ұнымызды салып, какаомызды салып, разрыхителімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырғанда да басып алмай, астынан төмен қарай осылай араластыратын боламыз. Бұл моментте миксерді қолданбаңыздар, өйткені біздің мынау көтеріліп тұрған массамызды басып тастайды. Алдын ала осылай пергамент противинге дайындап алатын боламыз, және де печкамызды қыздырып алатын боламыз. Яғни қызып тұрған печкамызда пісіретін боламыз. Печкаларыңыз суып тұрып пісірмеңіздер, өйткені мынау жаңағы печка пісем дегенше біздің массамыз басылып қалады. Сол себепті алдын ала печкаларыңызды қыздырыңыздар. Шет-шетін барлығын, ортасын барлығын тегіс етіп жайып алатын боламыз. 180 градуста пісіретін боламыз. Біздің бисквитіміз пісем дегенше біз карамель дайындайтын боламыз. Қалың ыдысқа міндетті түрде шекерді осылай қойып, өзін ғана ерітетін боласыздар. Егер де екі шеті ғана қарайып жатса, жаңағыдай ыдысты сәл-сәл қимылдатып, сосын барып жаңағыдай ерітетін боламыз. Міне бұл жерде бізде сливки құйып жатырмық. Сливкилеріңіз міндетті түрде ыстық болу керек. Микроволновкаға ысытып алыңыздар, немесе газға ысытып алсаңыздар болады. Главное қайнап кетпесін, және де оттың астына аз қойып, яғни пәс алауға қойып, осылай үстінен сливкимізді қозғап тұрып қоятын боламыз. Май салатын моментте осылай газдың отын өшіріп қоямыз да, үстінен майымызды салып, осы ыстықта ерітетін боламыз. Міне бізде уже дайын карамельдеріміз құрғақ ыдысқа құйып аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, суытып алатын боламыз. Міне біздің бисквиттеріміз пісті. Ыстықтай орайтын боласыздар. Астыңғы піскен бөлігіндегі пергамент қағазды алып тастайсыздар да, осылай астынан таза пергаментті қойып, осылай ыстықтай орайтын боласыздар, қысып. Суыған соң бұларды орасаңыздар, жыртылып, жарылып кетеді. Сол себепті ыстықтай осылай орап, үстінен кішкене басып суытып қоятын боламыз. Крем дайындаймыз. Творожный сыр, шекер, сливкимізді салатын боламыз. Біздің массаларымыздың барлығы холодильниктен шыққан болу керек, мұздай болу керек. Міндетті түрде сонда ғана бізде плотный крем шығатын болады. Барлығын осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің креміміз дайын. Енді осындай құрғақ табамызда біз арахистерді қуырып алатын боламыз. Қуырмасаңыздар да болады, но бірақ қуырсаңыздар вообще ерекше дәм беретін болады. Осылай құрғақ ыдыста жай ғана оттың өзіне осылай қуыратын боламыз. Астынан үстіне қарай қозғап отырып, жаңағыдай өзі бетінде қап кетпесін, бір жері күйіп, бір жері жаңағыдай жақсы қуырмай қалады. Сол себепті әркез қуырып жатқан кезде міндетті түрде қозғап тұрыңыздар қолдарыңызбен. Яғни қолдарыңыздағы қасықтармен, венчиктермен осылай қозғап тұрыңыздар. Біздің арахистеріміз қуырылса, әдемі иіс, дәмі де ерекше болып шығады. Міне бізде осындай қоңырқай түске енді біздің жаңағы дайындап алған карамеліміз суыды, осының үстіне салатын боламыз. Менде карамель асығыс жасалып қалды. Негізі 1-2 сағаттай тұру керек еді, мына жерде кішкене сұйықтау болып қалды. Енді қараңыздар, біздің бисквиттерімізде суыды, ортасынан ашып аламыз. Дайын болған карамельдегі массаларымызды жайып, шет-шетін барлығына жаятын боламыз. Сіздердің карамельдеріңіз 2 сағат тұрса, осылай қоюланады негізі. Ал мен мына жерде асығыс жасадым, сол себепті кішкене сұйықтау болып тұр. Енді осының үстінен мешокпен кремдерімізді жағып шығатын боламыз. Мешок болмаса, кәдімгі лопаткамен, жаңағыдай қасықпен де жықсаңыздар да болады, ол өз қалауларыңыз. Осылай 4 бетінен осылай креммен қоршап алып, қалған кремді ортасына жеткізіп жағатын боламыз. Кремдеріміз барлық жеріне тию керек. Міне бізде барлығын жайып алдық. Енді шетінен орайтын боламыз. Міне қараңыздар, менде видеода 2 шеті кішкене жарылып кетті, өйткені көп салынып қойды. Менде сол себепті жарылып кетті. Бірақ бұл ештеңке етпейді. Қазір біз бұны пищевой пленкамен орап тастаймыз. Және де холодильникке 5-6 сағатқа жіберген кезде біздің жаңағы карамеліміз де креміміз де мына бисквитке сіңгеннен кейін өз формасын ұстайтын болады. Осылай пищевой пленкаға орап, холодильникке 5-6 сағатқа жіберіңіздер.
біздің ішіндегі креміміз, карамеліміз жақсылап сіңіп өз формасын ұстайтын болады. Міне холодильникке 5-6 сағатқа жібердік. Бізде 5-6 сағат өтті. Енді шоколадты сұйық майды құйып микроволновкада ертіп аламыз, және де осылай майдаланған арахистерді салып дайын болған біздің рулетіміздің бетіне құйып шығатын боламыз. Қараңыздар, мына жерде мен екі шетін ғана кесіп тастағанмын, яғни жарылған бөлік негізі жабысып тұрды. Ал бұл жерде просто жаңа екі шетін некрасиво болып шыққандықтан мен екі шетін кесіп тастадым. Сіздер де міндетті түрде кесіп тастаңыздар. Ол бірінші холодильникте 5-6 сағат жатқаннан кейін барып екі шетін кесетін боласыздар. Сразу кесіп тастамаңыздар, өйткені біздің бисквиттеріміз жарылып кетеді. Сол себепті міне 5-6 сағат толды, сол кезде барып екі шетін кесіп тастаңыздар. Астына пергамент қойып, мен жаңағы дайындап алған шоколадтарымызды бетіне құйып шығып жатырмыз. Астына пергамент емес, немесе пищевой пленка қойсаңыздар да болады, немесе жаңағыдай печкалардың сеткалары бар ғой, сондай қойып, астына пергамент, то есть противень қойып, солармен жасасаңыздар да болады. Маған ыңғайлы осы пергамент болды. Барлық шеттеріне тигізіп шоколадтарымызды жағып шығатын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Достар, айта кетейін, менің каналыма әлі жазылмаған болсаңыз, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Міндетті түрде алдағы уақытта қазақша рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ал егер Instagram парақшаны тіркелмеген болсаңыз, астыңғы бөлікте Instagram парақшамды қалдыра кетемін. Ол жаққа да өтсеңіздер, ол жақта да жақсы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Міне екі шетіне де тигізіп алдық. Енді холодильникке бір 20-30 минутқа жібереміз. Біздің шоколадтарымыз қатты, немесе морозилькеге 10 минутқа жіберсеңіздер, міне осылай қатып қалатын болады. Енді астынан осылай пышақтың көмегімен алып алатын боламыз. Полностью бірінші пышақпен осылай видеодағыдай етіп ажыратып алыңыздар. Астынан сразу жұлып алмаңыздар, біздің бетінде жабысып тұрған шоколадтарымыз түсіп қалуы мүмкін. Екі шетіндегі шоколадтарды осылай пышақтың көмегімен алып тастайсыздар. Сосын барып таза жаңағы тарелкаға жайғастыра берсеңіздер болады. Біздің рулеттеріміз дайын. Шаймен ішкенге өте керемет. Қонақ келсе де столға жайғастырсаңыздар да өте дәмді болып шығады, достар. Егер сіздерге видео ұнаған болса, рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, группаларға таратуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Келесіде қандай рецепт күтесіздер, комментария жаза кетіңіздер. Мен бұйырса міндетті түрде шығаруға тырысатын боламын.